Сәлем достар, мен сіздермен бүгін әңгімелесіп отыратын боламын. Сіздер менің оқырманымсыздар. Не деп өзім нервім шығып отыр осындай күйімде. Қараңыздар, енді мысалы телефон алып жүре беремін, бірақ бір жаманы маған шыға береді. Ерніме екі шығып кеткен. Сөйтіп шыға береді маған. Неге екенін түсінбедім. Сіздер білесіздер ме негізі неге шығатынын? Білсеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен бір сырғам түсіп қалған деп айтпай қойыңыздар. Өйткені мен бір сырғам, мына құлағым сырға тақсам ешқандай кетеді. Сол үшін мен еще екеуі екі түрлі не болып қалған. Екеуі екі түрлі неде істелген болған. Ал енді бұны қайтадан жауып, қайтадан тестіретін боламын. Бізде Малика деген бір жеңшем бар. Одан кейін соған барып, мама екеуміз барып тестіретін боламыз. Олардың бұрын еңгілерінде қоян болған. Біздің көршіміз бар, Айзере деген. Оның да қоян болған. Ол қазып кетіп қалған. Жерді қазғанда қашып кеткен қояндар. Қайда екенін менің бір сыныптасым бар. Оның аты Айбике. Оның да бір қояндары болған. Ол да қазып қашып кеткен. Неге бәрі сөйтіп қашып кете береді? Түсінбедім. Біздің